Баршаңызға сәлем. Бүгін песочный тестадан 4 түрлі самса жасайтын боламыз. Бұл тестамен әртүрлі самса жасауға болады. Видеоны соңына дейін қарап өтіңіздер. Алдымен ұнымызға осындай қаттылау маргарин майымызды алып, теркадан өткізіп алатын боламыз. Және қолымызбен араластырып, түйіршіктер жасап аламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді үстінен 1 шай қасық тұзымызды салып, және сметанамызды, және жұмыртқамызды, сосын жұмыртқаның бір сарыуызын қосып, жақсылап тұрып қамыр илейтін боламыз. Толық рецепті төменге описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, дәл мөлшерімен жасасаңыздар, қамырларыңыз да сіздердің өте керемет болып шығатын болады. Қамырымызды жақсылап илеп алатын боламыз. Біздің қамырымыз әдемі болып иленді. Енді қамырымызды бетін жауып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. 15-20 минуттан соң тағы да бір қайтарып алып, тағы да кішкене 10-15 минутқа қоямыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды осылай қолымызбен басып, әдемілеп, жұқалап жаятын боламыз. Екіге бөліп жайсаңыздар да болады. Мен барлығын бірден жайып алатын боламын. Қамырымыз жайылып болғаннан соң үстінен еріп тұрған сары майымызды барлық жеріне жеткізіп жағамыз. Жағып болғаннан соң 15 минутқа қойып, 15 минуттан соң үстіне ұнды сеуіп, осылай видеодағыдай рулет ұсатып орайтын боламыз. Дайын қамырымызды жарты сағатқа холодильникке қоятын боламыз. Енді ортасына салатын салмаларын дайындаймыз. Осылай пияздарымызды турап, және үстінен фаршымызды қосып, 1 қасық бұрыш, 1 қасық кинза және тұзымызды салып, барлығы кішкентай қасықпен жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Біздің тестамыз дайын. Енді барлығын 50 граммнан өлшеп алатын боламын. Барлығын өлшеп жасасаңыздар, самсаларыңыз өте керемет бір келкі болып шығатын болады. Біздің қамырларымыз дайын. Енді қамырларымызды осылай жайып алатын боламыз. Біздің қамырымыз ұнды қажет етпейді. Өте керемет болып жайылады. Енді ортасына дайын фарштарымызды салып түйетін боламыз. Менің формама 8 самса кететін болғандықтан осылай 4 түрлі ғып жасадым. Бұл тестамен барлық түрінде жасай беруге болады. Бұл тестамен самса жасасаңыздар, өте керемет жұп-жұмсақ ауызда ерейтін болып шығады. Және де холодильникте салып, морозильникте салып, 1-2 күнге сақтауға да болады. Тесталарыңызды да, самсаларыңызды да алдын ала жасап, морозильникте сақтасаңыздар, одан сайын тұрған сайын керемет болып шығатын болады. Осылай барлығын әдемілеп 4 түрлі ғып түйіп алатын боламын. Енді осы уақытта пешімізді қыздырып, самсаларымызды 180 градуста 30 минутта пісіретін боламыз. Сіздер өздеріңіздің пештеріңіздің ыңғайына қарай пісіріп аласыздар. Менде 30 минутта пісіп шығатын болады. Барлығын түйіп болған соң, осылай ыдыстарымызға салып, бетіне жұмыртқаның сарыуызы мен кішкене сүтті араластырып жағатын боламыз. Өз қалауларыңызша бетіне кунжут немесе мак сепсеңіздер де болады.
Егер де менің видеом ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Алда жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Біздің самсаларымыз дайын, өте керемет, жұп-жұмсақ болып шықты. Бір жасағаннан мінсіз болып шығады. Сіздер де қорықпай жасай беріңіздер. Өте керемет, жұп-жұмсақ және ауызға еретін самсаларымыз дайын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.